Жалғастырайық, Есіл өзені жаңа балықтар легімен толықты. Бүгін қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров студенттермен бірге Есілге 20 мың шабақ жіберді. Қазақ агротехникалық университетінде білім алатын болашақ балықтанушы мамандар бұл шараға белсене атсалысты. Майбалық тәлімбағында жетілген 20 мың шабақ ауа райының салқындығына қарамастан өзенді жатсынбады. Алайда алдағы қыстан олардың тек 30% ғана аман шығатын көрінеді. Министрлік келесі жылы да өзенге осынша шабақ жіберуді көздеп отыр. Жалпы су көздерін балықтандыру бағдарламасы бойынша 160 миллионға жуық жас өскінді көбейту жоспарланған. Ал Астана маңындағы Майбалық тәлімбағы Есіл Нұра өзені мен Вячеславка су қоймасына биылдыққа тұқымның 41 миллион шабағын жіберді. Бүгінде су көздерін балықтандыру жұмыстарын 7 кәсіпорын жүргізіп келеді. Біз биыл 160 миллион балық шабақтарын шығардық. Сол үшін бізге 550-62 миллион қаражат бөлінген еді. Соның 85%-ын бүгінге шейін жұмсадық. Енді жылдың аяғына шейін 100%-ын түгел орындаймыз деп есептейміз. Көптеген шараларға қатысып жатырық, яғни болашақта бізде осы салада жақсы жұмыс атқарамыз деп ойлаймыз. Қағазбен, яғни қаламмен шектелмей, осындай шаралар болып тұрғанын қалаймыз, яғни өзіміздің көзімізден көріп, тәжірибе жасасақ деп ойлаймыз.